Баршаңызға сәлем, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге барлығына бірдей ұнайтындай, дәмі өте ерекше, өте дәмді болып шығатын фунчоза салатын дайындайтын боламыз. Менімен бірге дайындап көріңіздер. Ең алдымен осылай дәл видеодағыдай ұсақтап туралған етке, ұзын етіп, яғни ұсақтап туралған етке тұз, бұрыш өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша дәмдеуіштерді қосып, соя соусын қосып, араластырып, жарты сағатқа холодильникке қалдыратын боламыз. Етіміз дайын болады дегенше, салатқа керекті ингредиенттерді турап, дайындап алатын боламыз. Бізге қияр, бұрыш және чеснок қажет болады. Бұрыштың қызылын қолданғандарыңыз жөн, салатта өте әдемі көрінеді. Және өте ерекше дәм беретін болады. Дәл видеода көріп тұрғандарыңыздай ұсақтап және ұзын етіп турауға әрекет жасаңыздар, сонда салаттың ішінде бұрышымыз ерекше әдемі көрінетін болады. Чеснокты майдалап турауымыз қажет. Бұл бізге етпен бірге қуырылғанда керек болады. Және бізге осындай бір үлкен сәбіз қажет. Оны біз теркадан өткіземіз, немесе ұсақтап турап алатын боламыз. Сонымен біздің ингредиенттеріміз дайын. Ендігі кезекте бізге керекті болған фунчозаның тестасын, яғни қамырын осылай қайнап тұрған суға 7-8 минутқа қалдыратын боламыз. 7-8 минут уақыт өткен соң фунчозаны салқын суға жуып тастауды ұмытпаңыздар. Енді кезекте біз қызып тұрған табамызға май құйып, жаңағы дайын болған етімізді салып қуырып алатын боламыз. Менде дәл осы жерде чеснокпен бірге қуырылған жері видеоға түспей қалыпты. Негізінде чеснокпен бірге етті әбден қуырып алған соң, осылай азырақ қана су қосып, бетін жауып 10 минут тоқтырып алатын боламыз. 10 минутта етіміз жұмсақ, әдемі болып пісіп шығатын болады. Сосын біз сәбізді, қызыл бұрышты салып, 1-2 рет қана қозғаймыз. Неге 1-2 рет? Өйткені сәбіз бен қызыл бұрыш пісіп қалмауы қажет, яғни тірі болып тұруы керек. Осылай араластырып алған соң, фунчозаға арналған дәмдеуішті қосып, тұзы аз болса тұзын, соясы аз болса соясын қосып, яғни өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша дәмдеуіштердің барлығын қосып, жақсылап араластырамыз. Сонымен біздің салмамыз дайын болды. Ендігі кезекте бөлек ыдысқа дайын болған фунчозамызды салқын суға жуып алуы керек, яғни фунчозамыз. Содан соң дайындап алған салмамызды және де қиярды салып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша осылай свежий укроп қоссаңыздар болады. Мен міндетті түрде қосам, өйткені салатқа өте керемет дәм береді. Сонымен біздің салатымыз дайын. Видеоның соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Менің каналыма тіркеліп, лайк бас, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Менің арнамда күнделікті жаңа видео шығып отыратын болады. Жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Ас болсын.